ұйымдастырды. Көрменің мақсаты ұлт көшбасшысы, отанымыздың астанасы туралы кітаптарды насихаттау арқылы өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін ояту, жастар мен жасөспірімдердің кітап пен оқуға деген қызығушылықтарын арттыру болып табылады. Аталмыш көрменің қонақтары балалар лагерінің бүлдіршіндері мен арнайы кітапхана оқырмандары, Нұрлы жол, Қазақстан жолы, Қазақстандағы президенттік билік жемісті 20 жыл, стратегиялық жоспары көшбасшылыққа бастайтын қазақстандық жол, наш президент, елін сүйген, елі сүйген елбасы, көші-қон және қазақ әлемі секілді кітаптармен танысу барысында қонақтар Астана мен Қазақстан туралы көптеген мәліметтерге қанық боласыздар. Нұрлы жол бұл басылым Қазақстан Республикасының Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұрлы жол, болашаққа бастар жол, Қазақстан жолы 2050, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ жолдауына арналған кітап. Қазақстан жолы елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын суреттерін баяндайды. 9 тараудың әрқайсысы тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Қазақстандағы президенттік билік жемісті 20 жыл. Басылым Қазақстан Республикасының президенттік институтының құрылғанына 20 жыл толуына арналған. Стратегиялық жоспары көшбасшылық бастайтын қазақстандық жол. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың республикасының 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын айқындайтын жаңа 10 жылдық жаңа экономикалық өрлеу, Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауына толық талдау жасалған. Наш президент бұл кітап Қазақстан тұңғыш президент ұлы көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған. Елін сүйген, елі сүйген елбасы, Қазақстан Республика президенті туралы очерктер, көші-қон және қазақ әлемі атты кітап Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздің тәуелсіздік жолдарындағы көші-қон саясатына, сондай-ақ халқымыздың мәдениеті мен тарихына, бүгінгі мен болашағына қатысты сөйлеген